Сәлеметсіздер ме, балалар? Біздің сабағымыздың тақырыбы функция және оның берілу тәсілдері. Сабақтың мақсаты функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу. Сіздердің білетіндеріңіз, y тең fx болса, онда x саны функцияның аргументі, y саны функцияның нүктесіндегі мәні деп аталады. F функциясының анықталу облысы df деп белгіленеді. F функциясының мәндер жиыны ef деп жазылады. Яғни балалар, функцияның анықталу облысы d әріппен беріледі, а функцияның мәндер жиыны e үлкен әріппен белгіленеді. Өткен тақырыпқа байланысты мысал қарастырайық. Y тең 2x квадрат алу 3x алу 17 функцияның анықталу облысын табайық. Y тең 2x квадрат алу 3x алу 17 функциясы көп мүше болғандықтан аргументтің кез келген мәнінде анықталған. Демек, функцияның анықталу облысы балалар барлық нақты сандар жиыны. Яғни біз жазамыз анықталу облысы функцияның тең үлкен R. Бұндағы үлкен R нақты сандар жиыны. Екінші тапсырманы қарайтын болсақ, Y тең 2 косинус x алу 5 функциясының мәндер жиынын табайық. Y тең косинус x ef мәндер жиыны минус 1 мен 1 кесіндісінде екенін белгілі. Енді кос теңсіздікке көшеміз, яғни минус 1 кіші немесе тең косинус x кіші немесе тең 1 теңсіздіктің әрбір бөлімін 2-ге көбейтеміз. Ал көбейтіп көріңіздер, балалар. Сонда, дұрыс айтасыңдар, минус 2 кіші немесе тең 2 косинус x кіші немесе тең 2 шығады. Дұрыс қой? Сіздерде де солай жазылды. Соңғы теңсіздіктің әрбір бөлігіне, балалар, минус 5 санын қосамыз. Кәне, қосып көріңіздер. Дұрыс, қанша болды? Яғни, минус 2-ге минус 5-ті қосқанда неше алдыңыздар? Дұрыс айтасыздар. Минус 7 кіші немесе тең 2 косинус x минус 5 кіші немесе тең минус 3 алдыңыздар. Демек, берілген мәндер жиыны минус 7 минус 3 кесіндісінде жатады. Яғни балалар жауабын жазып қоямыз. Минус 7 минус 3 кесіндісі. Осы тапсырманы орындаймыз. Жазып алыңыздар. Енді балалар функция берілу тәсілдері. Функцияны беру дегеніміз аргументтің берілген мәндері үшін функцияның сәйкес мәндерін қалай табуға болатынын көрсету екенін білесіздер. Өткен тақырыпта сіздер өткенсіздер. Функцияның формуланы беру тәсілі, балалар, ол аналитикалық тәсіл деп аталады. Айқындалған түрде беру дегеніміз x пен y-тің арасындағы тәуелділік формуламен, яғни y тең fx түрінде берілген. Айқындалмаған түрде беру дегеніміз x пен y-тің арасындағы тәуелділік, міне, тәуелділік жақша ішінде, fx y тең 0 түріндегі теңдеумен беріледі. Яғни формула y арқылы өрнектелмесе, онда y тең fx түрінде берілген. Функция берілу тәсілдері. Функция берілу тәсілдері 4 түрден тұрады. Аналитикалық, функцияны берудің ең кең тараған түрінің бірі. Кесті арқылы берілу. Ол аргументтің мәніне сәйкес функцияның мәнін табу. Графиктік берілу, ең көрнекі тәсіл, және тұжырым арқылы берілу дегеніміз ол баяндау. Y тең fx функциясы. Осы функцияны қарастырайық. X тәуелсіз айнымалы немесе аргумент деп аталады. Y тәуелді айнымалы немесе функция. Бұл жердегі f балалар ол заңдылық.
графиктегі түзудің формуласын жазыңыздар. Мына жердегі графиктағы формуланың мына түзудің формуласын жазамыз. Ол үшін балалар 3 тапсырманы орындау керек. Бірінші тапсырмамен формуламен берілген функцияның аргументтер мәні бойынша мәндерін табасыздар. Екінші тапсырманы кестені оқисыздар және заңдылықты анықтап формуламен бересіздер. Үшінші тапсырмада балалар графикті оқиды және графигі болатын функцияның формуласын береді. Тапсырма қарастырайық. S тең 3t квадрат косы 9t формуласымен берілген. Осыдан S1-ден ол t-ның мәні. Әсінде S5 t-ның мәні болса, онда біз Арманқартай t-ның орнына нені қоясыңдар балалар? Яғни 1-ді қойып шығамыз. Мына жерде 1-ді қойғанда 1 квадрат дұрыс, Арманқартай өздерін қойғанда қанша шықты? Яғни неше шықты мәні? 12. Дұрыс айтасыздар, 12 шықты. Келесі әнінде t-ның орнына біз 5 санын қоямыз. Ал қойыңыздар балалар. Яғни 3 дұрыс, t-ның орнына 5-ті қойғанда 5-тің квадраты, қосу 9 көбейту 5, яғни неше шықты сонымен балалар? 120. Дұрыс айтасыздар. Екінші тапсырманы қарап өтейік. Асында S-іміз 210, әсінде S-іміз 120 болса, онда t-ны табамыз. 3t квадрат косы 9t тең 210. 3t квадрат косы 9t алу 210-ды жазамыз. Дұрыс айтасыңдар. Сосын не істейміз? 3-ке қысқартамыз. 3-ке қысқартқанда қанша болды? Кәне қысқартып көреміз. Дұрыс. t квадрат қосу 3t алу 70 тең 0. Осы квадраттық теңдеу болғандықтан біз неменен іздейміз балалар? Дискриминантты іздейміз. Ал дискриминанттың формуласын қойып көріңіздер. Сіздер дискриминанттың формуласын білесіздер. Я, соңда неше болады? 289. Дұрыс. Осыдан дискриминантты тапқаннан кейін біз нені іздейміз? Т1 және Т2-ні іздейміз. Формула арқылы қою арқылы Т1-іміз нешеге тең болады? -10. Т2-іміз 7-ге тең болады. Арманқартай 3t квадрат қосылған 9t алу 120 тең 0-ға. Яғни біз тапсырмасындағы S-тің орнына 120-ны қоямыз. Нешеге қысқартамыз? 3-ке қысқартамыз. Қысқартқан кезде біз неменен аласыңдар? Дұрыс айтасыңдар. t квадрат косы 3t алу азайту 40 тең 0 болады. Дұрыс айтады. Бұл тапсырмада да сіздер неменен іздейсіздер? Дискриминант іздейсіздер. Кәне іздеп көрейік. Дұрыс, 169 деген мәнге тең болады. Осыдан Арманқартай Т1-імізді формула қою арқылы -8-ді аламыз. Яғни, және Т2-ні формуласына қою арқылы 5 деген мәнге ие болады. Құрметті балалар, функция ұғымы математиканың басқа да ұғымы сияқты бірден қалыптасқан жоқ. Ұзақ даму жолдарынан өткен. Функция термині алғаш рет 1692 жылы Лейбниц еңбегінде кездеседі. Ал функцияның ең алғашқы жалпы анықтамасы 1718 жылы Бернулли еңбегінде кездесті. Функцияның қазіргі анықтамасын 1837 жылы Дирихле берген өзінің еңбегінде. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.